Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 5 сыныптың тапсырмаларын шығаратын боламыз. 5 сыныпта білесіздер сіздер қазір соңғы оқу жылдарында 2 кітаптан, иә? Сол бүгін біз бірінші кітапты талдайтын боламыз. Бұл кітапты талдау немесе есептерін қайталау кімдер үшін керек? 5 сыныпқа өткен оқушылар үшін керек. 6 сыныпта ктл, бил, нишқа тапсыратын оқушыларға керек, дарынға тапсыратын оқушыларға керек. Және де 10-11 сыныпта НТ-ға тапсыратын оқушыларға қажет. Бұл бүгінгі өтетін тақырыптар математиканың фундаменті деп аталады. Ендеше бастаймыз. 5 сынып натурал сан және де 0. Күнделікті өмірімізде біз сандарды қолданамыз, иә? Санауда сауда-саттық жасаған кезде, төлемақы жасағанда ақша санаймыз, заттарды санаймыз, үй және көліктердің нөмірлерін жазамыз, телефон нөмірлеріне қолданамыз, ұзындықтар немесе салмақтарды өлшегенде сандарды қолданамыз. Енді сол сандар жалпы бірнеше топтан тұрады. Біз ең маңызды түрлеріне келе өтейік, мысалы біз жалпы нақты сандар дегенді білеміз. Нақты сандар. Нақты сандар ол бізде бірнеше топқа бөлінеді. Яғни, міне, бізде нақты сандар. Ол жерде міне түрі, кейбіреулерін сіздер танымауларыңыз мүмкін, иә? 5 сыныптың оқушылары мынандай түбір астында 2, 3-тен 2, минус 1,3 периодты сан, 12,5 деген сандар танымауыңыз мүмкін. Осы нақты сандар рационал және де иррационал болып бөлінеді. Осының ішінде бізде рационал, ол бізде бүтін сандар немесе бүтін емес сандар болып бөлінеді. Осының ішінде біз бүтін сандар, натурал сан, 0 саны және натурал емес сандар болып бөлінеді екен. Біз натурал сандарды өтеміз бүгін. Бізге керектісі осы натурал сандар. Жалпы бұл түсінік болатын болған, ары қарай кеттік. Енді осы сандардың арасынан біз натурал сандарды қарастырамыз. Натурал сан деп отырамыз, күнделікті өмірде санауда қолданылатын сандар, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кете береді. Және де біз осы жерде айта кетейін, осы жерде себебі өте маңызды, біз сан мен цифрда жазылуымыз керек. Сан ол кәдімгі сөз сияқты жазылады, және цифр. Цифр деп отырғанымыз 0, 1, 2, 3, ары қарай кете береді. Определенно 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне, бізде осы 10 ғана цифр бар. Енді осы цифрлардың кез келген санды құрастыруға болады екен. Яғни, мысалы 12, 3 деген сан, 102 деген сан. Яғни, сан мен цифрның айырмашылығын түсінеге балалар. Цифр деген ол әріп сияқты. Бізде қазақ тілінде 42 әріп бар ғой. Сол секілді цифрларда 10 араб цифр бар. Осы цифрлармен пайдаланамыз. Ал сандар шексіз кете береді. Сөздер сияқты. Ол түсінікті деп ойлаймын. Осы жерден бір аңғарып түсініп алсақ, ары қарай кеттік. Енді осы сандарды біз жұп және тақ деп екіге бөлінеміз. Жұп сан деп отырғанымыз екіге қалдықсыз бөлінетін сандар. Яғни, жұп екіге бөліну керек міндетті түрде. Яғни, соңы 2, 4, 6, 8, 0 сандармен аяқталатын болса, онда ол сандар жұп деп аталады. Және де ол екіге бөлінеді. Ал тақ сан деп отырғанымыз, яғни 1, 3, 5, 7, 9, осы сандармен, осы цифрлармен соң аяқталса, онда ол міндетті түрде тақ сандар болады. Бұл жерде түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай сіздерге қажетті дүние, қажетті ереже. Жұп сан мен жұп санның қосындысы не айырмасы, ол жұпты білдіреді. Яғни кез келген жұп сан айта қойыңыздар. 2 қосылған 4 тең 6, иә. Сол сияқты тақ сан мен тақ сан ол жұпты береді. Тақ сан, кез келген тақ сан айтайық, 5 қосылған 3 тең болады 8. Міне, 8 ол бізде жұп. Жұп сан мен тақ санның қосындысы тақ санды береді. Тақ сан мен жұп санның қосындысы тақ санды береді. Мынаны біз прям жаттап алсақ та болады. Маңыздылығы бізге есеп шығаруда қажет болады.
жұп сан мен жұп санның көбейтіндісі жұп санды береді, жұп пен тақтың көбейтіндісі жұпты береді, тақ сан мен жұп санның көбейтіндісі жұпты береді, және тақ сан мен тақ санның көбейтіндісі тақ санды береді. Мен мына жерге екі мысал жазып түсіндірдім, иә. Сіздер дәл осыны комментарийда так 1 2 3 4 5 6 мысал қылып жазып кетсеңіздер болады. Өздеріңізге білімді бекіту мақсатында. Мысалы, жұп сан, кез келген жұп сан қосасыз тақ санды. Все, түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай кеттік біз. 5-ші сыныптың ішіндегі тағы қызық тақырыптардың бірі санды және әріпті өрнек. Санды және әріпті өрнекті түсінбестен бұрын балалар, мына нәрсеге мән берейік. Санды білдік, иә? Сан, кез келген сан айтыңыз. 12 дейік. Кез келген 12 деген сан. Қосайық, кез келген санды 17 қосайық. Біз қазір санды өрнек жаздық. Санды өрнек. Қандай да бір сандардың қосындысын жаздық. Ортасына мына жерге кез келген амалды қоя береміз. Қосу, азайту, көбейту немесе бөлу белгілерін қоятын болсақ, бұл бізде санды өрнек болады. Енді әріпті өрнек. Әріпті өрнек. Яғни, мынаның ішіне 12-ге қосайық кез келген аны. Мынау бізде уже әріпті өрнек болады. Мына сан аралас әріпті өрнек. Мысалы, А қосылған, В, Д қосылған, Е, осы сияқты кете береді. 15, А қосылған, 7. Міне, біз әріпті өрнектерді құрастырып жатырмыз. Мен мына жерде анықтамаға тоқталмастан бұрын, жай ғана әріпті өрнекті түсіндірдім, мысалы мен бірнеше. Енді анықтамасына сәйкес қарайық. Математикада біз жалпы көптеген есептерді айнымалылар арқылы өрнектейді екенбіз. Мысалы, төртбұрыштың ұзындығы А сантиметр, ені В сантиметр болсын. Онда оның ауданы А көбейту В периметрі мынадай болады дейді, иә? Яғни бізде формула бар. Төртбұрыштың ауданы деп отырған ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең. Яғни, мысалы, төртбұрыштың ұзындығы, яғни А сантиметр, мынау бізде В сантиметр екен. Ені мен ұзындығын көбейтіп жатырмыз. Ал периметрін осы ені мен ұзындығын қосып көбейтсек 2-ге, онда периметр шығады. Түсінікті, иә? Жақсы. Бұны біз төменгі бастауыш сыныптардан білеміз. Ары қарай кеттік. Кез келген сөзбен берілген өрнекті математикалық өрнек түрінде жаза алады екенбіз. Біз А санын 3-ке артық, А санынан 3 есе артық. Яғни, егер сіздерде мынандай нәрсе 3А мысалы 5В деп отыратын болса, мына сан мен әріптің ортасы екеуі бірігіп жабысып тұратын болса, көбейту бар деген сөз. Көбейту бар деген сөз. Түсінікті, иә? Кез келген 7 көбейту С деп жазуға болады, немесе 7С деп те жазуға болады. Түсініксіз деп ойлаймын. Есе десе көбейтеміз. А санынан 3-ке артық. Есе деген просто 3-ке артық, яғни А қосу 3. Осы секілді. А санынан 7-ге артық. Д санынан 8-ге артық. К санынан 12-ге артық, солай кете береді. Санынан, А санынан 2 есе кем. Есе кем дейді. Яғни 2 есе кіші деген сөз. Аны бөлеміз 2-ге, немесе сіздерде жазбада бірнеше болуы мүмкін. А бөлінген 2, немесе А бөлу 2 деп бұлай да жазуға болады, немесе А бөлу 2 деп бұлай да жазуға болады. Мына 3 жазуда бірдей. Түсінікті деп ойлаймын. Мысалы, Д санынан 3 есе кем. Міне, Д санынан 3 есе кем. Математикалық тілде жазылуы балалар. Келесі, А санынан 2-ге кем. 2-ге, есе деген жоқ, 2-ге. Яғни, А минус 2. Д санынан 3-ге кем. К санынан 4-ге кем. Мағыналарын түсіндіге.
сөзбен айтылып тұрған нәрсені математикалық тілге айландыру осылай жүзеге асады. Так, кеттік ары қарай. Мұндағы әріптер айнымалы болады, немесе әріпті өрнек болады дейді. Мұндағы айнымалылар, мұндағы әріптер, яғни мына әріптер А, Д, К деп отырғанның бәрі айнымалы. Кез келген орнына қоятын болсақ, ол мәні шығады, балалар. Ары қарай кеттік. Мына есепті шығарайық. Бірінші мысал деп жаза салайын, иә? Мысалы, 59 көбейтілген 19, 15 көбейтілген 59. Екеуінде де бірдей, балалар, не бар? 59, иә? 59 бар. Міне, 59 бар, мына жақта да 59 бар. Соны бір-ақ рет жазайық. 59, жақшаның ішінде 19, азайтылған 15. Біз мына жерде 59-19-ға көбейтіп, 15-ті 59-ға көбейтіп, көп есептеп, үлкен мәні алып шығарсақ та болатын еді. Бірақ мына бізде математикада қысқа жолмен шығаруды үйретеді, балалар. Яғни 19 азайтылған 15 ол бізде 4 болады. 59 жазып қоямыз. Егер ештеңе жоқ болса, көбейту бар деген сөз. Көбейтеміз 4-ке. Так, көбейтейік. 6, 36 болды. 3-і ойда 20, 23, 236 шығады екен. Келесі есеп. Мынау есептің шарты ғой, мынау. Өрнегіндегі ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарыңдар. Біз өрнегіндегі ортақ санды жақшаның сыртына шығардық, және де мәнін есептеп таптық. Келесі екінші есеп. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Жақшаның ішін орындаймыз. Так, кеттік ары қарай. 65-касын өзін жазып қоямыз. Плюс 17-ден 6-ны азайтамыз. 11 шығады, 11К. Минус 4 тең. 65-ке 11-ді қосамыз. Өйткені бұлардың екеуінде де касы бар. Қанша болады? 76К. Минус 4-ті жазып қоямыз. 76-тан 4 азайып 72 деп жаза алмаймыз, балалар. Мынау осы күйінше қалады. Санды өрнек болып қалады. К-ның орнына кез келген мәнді қойсақ болады. Өздері айтуы мүмкін. Мынандай мән қойыңыз, мынандай мән қойыңыз деп. Бұл жерде қойылып тұрған жоқ ештеңе. Значит, есептің жауабы осы күйінде қалады. Келесі үшінші есеп, міне, айтып тұр уже басында. X тең 1 болғандағы мына өрнектің мәнін есептеңіз дейді. Біз бірінші жақшаның ішімен жұмыс жасаймыз, балалар. 566x жазып қоямыз. Плюс, надан азайтамыз. 312-ден 299 азайтамыз. Бізде 13x шығады. Минус, так, 868-ден 368 азайтамыз. Так, 500 болады, иә? 500x. Так, мына жерде қосамыз. Қанша болады? 979, иә? 566-ға 13-ті қосамыз. Қанша болады? 579. 579, одан 500 азайтамыз. 79x болады. X-ны ұмытпаймыз жазуды. Бізде бірақ айтып тұр, X-тің мәні 1. Мына жердегі X-тің орнына 1-ді қоямыз. Яғни 79 көбейтілген 1 тең болады 79-ға. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Енді біз ең математикадағы қызық тақырыптардың бірі теңдеуге мән берейік. Теңдеу. А плюс В тең 0 түріндегі теңдеу бір айнымалысы бар, сызықтық теңдеу деп аталады. Мұндағы А, В нақты сандар, және де А-мыз 0-ге тең емес. Яғни ол нені білдіреді? Мына түрде теңдеу беріледі бізге. Мысалы, ерге жазып қояйын. X минус 10 тең X плюс 3. Теңдіктің екі жағы бар, иә, мына. Оң жағы бар, және де сол жағы бар. Теңдеудің. Енді біз осы жерде мына X-ті мына бетке көшіруіміз керек теңдіктің. Мына 10-ды мына 3 жаққа көшіруіміз керек. Маңыздысы сол. Және де сандар теңдеудің арғы бетінен бері бетіне өткен кезде таңбалары қарама-қарсыға ауысады. Яғни 2x, мына x-ның таңбасы алдында ештеңе жоқ, плюс деген сөз ғой. Келесі бетке барғанда минус x болады. Мына 3-ті жазып қоям. Егер теңнен кейін сразу жазатын болсақ, мына
плюстан басқа түсіп қалатын жерге +3 деп жазудың қажеті жоқ балалар, иә. -10 келесі бетке +10 болып өтеді. Яғни 2x-тан x азайтамын. X тең болады 13. Жақсы. Жауабы 13. Келесі есепке қарайық. 3x минус 7 тең 2x плюс 1. Бірінші жақшаны ашамын. Әр мүшесіне көбейтіп, 3x минус 7 тең 2x плюс 2. 3x-тан 2x азайтамын. Өйткені 2x на бетке бару керек. Минус 2x. Таңбасы плюс еді, на бетке барғанда минус болды. Тең. Мына 2-ні жазып қоямын. Минус 7-ні, на бетке плюс 7 қылып өткіземін. Плюс 7. 3x-тан 2x азайтамын. X. 2-ні қосам, 9. Жауабы 9 болады. Мына жерде мәтін есеп берілген екен. Мәтін есептің барлығы дерлік негізі теңдеумен шығады. Теңдеуін дұрыс қыла алсаңыз, есебіңіз дұрыс шығады. Мәтін есепке қатысты мен қазір неге сілтеме қалдырамын. Сол сілтемеге өтіп, мәтін есептерді шығаруды үйреніңіз. Жіпті 15 бірдей бөлікке бөлді. Қандай да бір жіп бар, соны 15 бөлікке бөлдік. Егер жіпті 12 бірдей бөлікке бөлетін болсақ, онда бөліктің ұзындығы 3 сантиметрге артады. Сымның ұзындығын анықтаңыз. Яғни қандай да бір жіп бар, сол білмеймін x бөлік бар. X бөліктен тұрады. Я? Егер мен сызбасын салмай қояйын негізі 15 бөлікке бөліп. Бөлейін ба? Тұра берсінші. Түсіндіңіз ғой, 15 бөлікке бөлінді. Мына ұзын бір жіп, соны 15 бөлікке бөліп кестік. Осыны 12 бірдей бөлікке бөлетін болсақ, дейді, мына әрбір бөліктің ұзындығы 3 сантиметрге артады дейді. Теңдеуі шықты бізде. Сол кезде мына жерде теңдеу жақшаны ашамыз. 15x жазып қоямыз. Тең 12x плюс 36. Бізде әріпті сол жаққа өткізуіміз керек. 15x минус 12x тең 36. 15-тен 12-ні азайтамыз. 3x тең 36. X тең болады 12. Яғни бір бөлік 12-ке тең. Бізге сымның жалпы ұзындығын анықтаңыз дейді. Жалпы ұзындықты табу үшін онда 12-ні, 15-ті x бізде міне жерде 12-ке тең болды. Табамыз. Көбейтеміз қанша болады? 180 бола ма? Түсінікті деп ойлаймын. Жақсы. Сұрақтарыңыз болса, комментарийда міндетті түрде қойыңыздар. Осыған ұқсас есептерді сілтеме арқылы өтіп қарасақ. Келесі тақырып 5-ші сыныптағы әдемі тақырыптардың бірі, қызық тақырыптардың бірі натурал сандардың бөлінгіштігі. Бірге бөлінгіштік, кез келген сан бірге бөлінеді. Білеміз оны. Келесі 2-ге бөлінгіштік. Егер санның соңғы цифрасы 2-ге бөлінсе, яғни жұп болса, онда ол сандар, яғни 0, 2, 4, 6, 8 сандармен аяқталатын болса, онда ол сан 2-ге бөлінеді. Жақсы. Түсінікті деп ойлаймын. Оны мысал ретінде түсіндірудің қажет жоқ шығар. Мысалы, 18 2-ге бөлеміз, 9 болады, бөлінеді. Осы сияқты, соңы 8-бен аяқталып тұр. 8 2-ге бөлінеді. Мысалы, 126 дейді. Ең соңғысы жұп сан болып тұр. Значит, мына сан 2-ге бөлінеді. Егер мысалы, мына сан 297 деген сан, 1297 деген сан 2-ге бөліне ма дейді. Бірден айтасыздар, бөлінбейді, себебі 7 ол бізде тақ сан. 2-ге бөліну үшін ол міндетті түрде жұп сан болу керек. Жақсы кеттік. Ары қарай 3-ге бөлінгіштік. Егер санның цифрасының қосындысы 3-ге бөлінсе, онда ол сан 3-ге бөлінеді. Жаңа айттық, цифрлары деген санды жазатын құрал сияқты. Яғни әріп деген сияқты, цифр деген. Мысалы, мына жерден андай есептер 852. 852-ні түріне қарап, біз 3-ге бөліне ме, бөлінбей ме, соны айтуымыз қажет.
Оны айту үшін мына цифрларға 8, 5, 2 деген цифрларды бір-біріне қосамыз. 8 қосылған 5 қосылған 2 қанша болады? 15 болады. 15 3-ке бөлінетінін білеміз көбейту таблицасынан, иә? Яғни 852 де 3-ке бөлінеді екен. Дәл осыған ұқсас, міне 9 мен 3-тің бөлінгіштік қасиеттері бірдей. Яғни 9-да да дәл сондай. Міне 882 9-ға бөлінетін анықта дейді. Бөлінетін анықтап сразу айта аламыз. Өйткені цифрларын қосамыз. 8 қосылған 8 қосылған 2 тең болады. Қанша? 16, 18. 18 ол 3-ке де бөлінеді, 9-ға да бөлінеді. Значит, 882 деген сан 3-ке бөлінеді, және де 9-ға бөлінеді. Және де 2-ге бөлінетін тағы да айта аламыз. Өйткені себебі ол жұп сан. Түсінікті деп ойлаймын. Кеттік. 4-ке бөлінгіш. Егер санның соңғы 2 цифрасынан құралған сан 4-ке бөлінсе дейді. Мысалы, мына жерге жазып қойыпты 5616. Соңғы 2 цифрасы, мына соңғы 2, 16 деп тұр ғой. Осы 16 4-ке бөлінеді. Значит, мына сан да 4-ке бөлінетінін біліп тұрмыз. Жақсы, кеттік ары қарай. 5-ке бөлінгіш. Егер санның соңы 0 немесе 5-пен аяқталса, онда ол сан 5-ке бөлінеді. Мысалы, 2665, 2350 дейді. Міне соңы, ең соңы 5-пен және де 0-мен аяқталып тұр. Жақсы, түсінікті. 6-ға бөлінгіш. Егер сан 2-ге де 3-ке де бөлінсе, онда ол сан 6-ға бөлінеді. Яғни ол сан жұп болу керек бірінші 6-ға бөліну үшін, және де цифралардың қосындысы 3-ке бөліну керек. Сол кезде ол сан 6-ға да бөлінеді. Жай қайтадан тыңдауыңызға болады. Немесе мынаны оқысаңыз түсінесіз. Жақсы, 9-ға бөлінгіштікті айттық, және 10-ға бөлінгіштік. Егер санның соңғы цифрасы 0 болатын болса, онда ол сан 10-ға бөлінеді. Ең оңай осы демеймін. Кез келген санға қараймыз, соңы 0-мен аяқталса, онда ол сан 10-ға бөлінеді. Жақсы, натурал санның бөлінгіштігі 5-ші сыныпта бірнеше тақырыпқа берілген. 5-6 тақырып өтетін болсаңыздар, мынаны 5 минутта қайтадан тыңдап үйреніп алсаңыздар болады. Өте жеңіл түрде түсіндірдім деп ойлаймын. Жақсы. Енді біздегі ең қызық тақырыптардың бірі ЕКОЕ, ЕОБ деген тақырып. Яғни ең кіші ортақ еселік және де ең үлкен ортақ бөлгіш. Бұл туралы білместен бұрын біз сандарды жай және құрама деп бөледі екенбіз. Кез келген сан жай саннан және де құрама саннан тұрады. Жай сандар, құрама сандар жай сандардың бөліктері, яғни құрамдар болып табылады. Біз мысалға жай сан дегеніміз өзіне және де бірге бөлінетін сандар. Мысалға 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 дейміз. Яғни жай сан болу үшін сан бірге бөліну керек, және де қай санды айттыңыз, сол санға бөліну керек. Яғни мысалы 7 деп айтайық. 7-нің басқа бөлгіштері жоқ. 7 7-ге бөлінеді, 1 болады. 7 1-ге бөлінеді, 7 болады. Болды. Басқа бөлгіштері жоқ. Түсінікті, иә? Біз енді құрама санды анықтау кезде, ал кез келген құрама санды оның жай көбейткіштерінің көбейтіндісі түрінде жазуға болады. Көбейткіштерге жіктеген кезде ең кіші жай санға бөлуден бастаймыз. Ең кіші жай сан ол 2. Біз ешқашан 1 деп айта алмаймыз, себебі 1-ге бөлінеді, өзі де 1. Сол себептен ол жай санға жатпайды. 1. Ең кіші жай сан 2. Құлақтарыңызға прям құйып алуларыңызды тілеймін. Өйткені бұл маңызды. Келесі 2-ге мысалы қандай да бір сан берілсін. Мысалы, жерде 420. 420. Ол бізде біліп тұрмыз. 420-ға бөлінеді. 420 соңы 0-мен аяқталып тұр, ол 10-ға бөлінеді, 5-ге бөлінеді. Ол жұп 2-ге бөлінеді. Цифрлардың қосындысы 6 3-ге бөлінеді. 6-ға бөлінеді. Біз бұны уже бөлінгіштік қасиетті пайдаланып айтып тұрмыз, мына санның бірнеше бөлгіші бар екенін. Енді осы санды бұл бізде құрама сан екенін анықтап алдық. Яғни құрама сан түсіндік қой. Құрама сан деп атқан бірнеше санның көбейтіндісінен тұру керек құрама сан болу үшін. Енді осыны жіктеуді үйретейін.
Жіктеу барысында мынандай мына ұзын столбик жазамыз. Ең кіші жай сан ол бізде 2 дедік. 2-ге бөліп бастаймыз. Так, мына санды 2-ге бөлеміз. 2, 1, 0. Егер тағы да ол 2-ге бөлінетін болса, онда 2-ге бөле береміз. 2-ге бөлеміз. 1, 105. 105 2-ге бөлінбейді. Себебі қараймыз. 5 ол бізде тақ. Сол себептен ол 2-ге бөлінбейді. Келесі санға қараймыз. 3-ге бөліне ма? Цифрларын қосақ, 1-ге 0-ді қосамыз 1, оған 5-ті қосамыз 6, яғни ол 3-ге бөлінеді 6. Значит, 2-ге бөлінбесе, келесі жай сан 3 болады. Бізге міне жай сандар міне. 2, 2-ге бөлінбесе 3-ге бөлеміз, 3-ге бөлінбесе 5-ге бөлеміз, 5-ге бөлінбесе 7, 7-ге бөлінбесе 9, 9-ға бөлінбесе 11, 11-ге бөлінбесе 9 бізде 9-ға бөлмейміз балар. 9 бізде жай сан емес. 11-ге бөлеміз, 11-ге бөлінбесе 13-ге, 13-ге бөлінбесе 19-ға ары қарай осы сандарға бөліп бастаймыз. Осы сандарға бөлеміз. 3-ге бөлейік ал. 3, 35. 35 3-ге бөлінбейді. Яғни келесі қай санға бөлеміз міне? 5-ге бөлеміз. 35 5-ге бөлінеді себебі соңы 5-пен аяқталып тұр. 7. 7 5-ге бөлінбейді, значит 7-ге бөлеміз. Келесі жай сан ол бізде 7. Яғни 1. Бұлай осылай 1 болып қалғанға дейін бөлеміз. Сонда 420 деген сан ол 2. 2-нің квадраты көбейтілген 3, көбейтілген 5, көбейтілген 7 деген санға сыяды екен. Яғни осы жерде біз құрама санды жай көбейткішке жіктеуді үйрендік. Және де осы жерде маңызды айтып кететін тақырып, мысалы, дәреже ұғымында айтып кетейін. Дәреже. Дәреже деп отырғанымыз балар. Мысалы, 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2. 2-ні мен неше рет көбейтіп жаздым? 2-ні 4 рет көбейттім. Мына шекесіне нұсқап, қанша рет 2-ні жазғанымды көрсетіп қоямын. Мысалы, 3 көбейтілген 3. 3-ті мен 2 рет жаздым, яғни бұл 3-тің 2 дәрежесі немесе квадраты. 5 көбейтілген 5 көбейтілген 5. 5-тің 3 дәрежесі немесе кубы. Мынандай неше сан көріп тұрмыз, соны дәрежесін жазып қоямыз. Степень дәрежесін жазып қоямыз. Дәрежеден басқа анықтамаларын түсіндірмеймін, себебі ол сіздерге маңызды жоқ. Қазір тек қана дәреже ұғымымен таныстыңыздар, сол сіздерге жеткілікті. Енді ары қарай кет. Ең кіші ортақ еселік деген не? Немесе санның еселігі деген не? Санның еселігі деген сол санның бір немесе бірнеше үлкен санды айтады екенбіз балалар. Ең кіші ортақ еселік. Қандай да бір санның еселігін айтамыз. Ең кіші ортақ еселігін айтамыз. Біз оны бөлшек сандарды қосу кезде, азайту кезде міндетті түрде пайдаланамыз. Енді ең кіші ортақ еселікті табу кезде олар жай көбейткішке жіктейміз, міне былай жіктеп аламыз. Жіктеуді біз біліп алдық уже. Ортақ көбейткіштің дәрежесін үлкенін аламыз, қазір пайдаланатын боламыз. Ортақ емес көбейткіштер таңдаймыз. Таңдалған көбейткіштерді бір-біріне көбейтеміз, шыққан мән сол сандардың ең кіші ортақ еселігі дейді. Мен сіздерге ең кіші ортақ еселік пен ең үлкен ортақ бөлгішті параллельно түсіндіргім келіп тұр, себебі екеуінің алгоритмдері ұқсас, бірақ шатаспай мұқият тыңдап алғандарыңызды қалаймын. Ал санның бөлгіші дегендерді түсінесіз ме? Бөлгіші деген, яғни сол санның бірнеше есе кіші саны. Анау бірнеше үлкен, бірақ ең кіші сан. Яғни сол саннан үлкен, ең кіші сан. Ана жерде ең үлкен бөлгіші керек. Енді қазақ тілі кішкене не жерде кімде қазақ тілі қандай деген уровендеріңізге байланысты енді. Так, мысалы, давайте. Ең кіші ортақ еселік 36 және де 48 сандарының ең кіші ортақ еселігін табуымыз қажет. Және де осы жерге жазып қояйын.
Ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек, және де ең үлкен ортақ бөлгішін табайық. 36 мен 48-дің. Параллельно түсіндірейін. Бірінші біз екеуінде де міне жай көбейткіштерге жіктейміз дейді. Біз ортақ бірлет жіктеп аламыз. 36-ны бірінші бөлеміз. Ең кіші жай санау бізде екіге бөліп бастаймыз. Міндетті түрде екіге бөлінетінін көріп тұрсақ, екіге бөлеміз. 18 2-ге бөлеміз. 9 2-ге бөлмейді. Келесі үлкен жай сан бізде 3 3-ге бөлеміз. 3 3 1. Соңы 1 болғанға дейін бөлеміз. Жақсы. 48 жіктеп алайық. 2-ге бөлеміз. 24 2-ге бөлеміз. 12 2-ге бөлеміз. 6 2-ге бөлеміз. 3 3 1. Енді жазып аламыз. 36 деге отырғанымыз ол 2-ден неше мықты? 2-ден 2 штук, яғни 2-нің квадраты көбейтілген. 3-тен неше? 3-тен 2 штук. Ал 48 деп отырғанымыз 2-ден неше штук болар? 1 2 3 4 штук. 2-нің 4 дәрежесі көбейтілген 3. Так, біз байқасақ, ең кіші ортақ еселіктерді табу үшін екеуінде де алгоритм бойынша бізде балар. Алгоритм бойынша ең кіші ортақ еселікті жазып алуларыңыз маңызды. Табу үшін біз бірінші жай көбейткіштерге жіктедік. Мынада да сондай. Ең үлкен ортақ бөлгіш табу үшін мынаны жазып алыңыздар. Прям столбик қылып екеуінің ереже қылып жазып алыңыздар. Ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін міне жай көбейткішке жіктеп алдық. Енді ортақ көбейткіштердің дәрежесі үлкенін табамыз. Екеуінде де ортақ көбейткіш бар ғой. Мынада да 2, мынада 3. Я? Екеуінде ортақ көбейткіштің дәрежесі үлкенін аламыз дейтін ерде. Екеуінде де 2 бар, 2-нің дәрежесі үлкені 4 дәреже, я? Екеуінде де 3 бар, дәрежесі үлкені 3-тің квадраты. Мына жерде есептейміз қазір. 2-нің 4 дәрежесі 16, 3-тің квадраты ол бізде 9. 16-ны 9-ға көбейтеміз. 16-ны 9-ға көбейтеміз. Так, 4. Есілді. 19. 9. 9-ға 5 тосам 144. Яғни ең кіші ортақ еселігі мына 2 санның 144 екен. Байқадық, я, дәрежесі үлкендерді алдық. Ал ең үлкен ортақ бөлгіште екеуінде де бардың, мына екеуінде де 2 бар ғой, дәрежесі кішісін аламыз. Үлкен десе кішісін аламыз, яғни 2-нің квадраты. Екеуінде де міне, мына 3-тің квадраты, неде 3 өзі ғана жазылса 1 дәреже деп аталады. Дәрежесі мынада квадрат, мынада біреу, яғни біреусін аламыз. 3. Есептейміз. 4, 4-тің 4-ті 3-ке көбейтеміз. Мына есептеу түсінікті ғой, 2-нің квадраты. 2-ні 2-ге көбейтеміз. 4, 4-ті 3-ке көбейтеміз. 12. Болды, ең кіші ортақ еселік табу мен ең үлкен ортақ бөлгішті табуды түсінікті жолмен тауып алдық. Бір ғана мысалмен есептедік. Басқа да толық шығаруды басқа жолы түсіндіремін. Осы жерде осыға дейін түсінікті болса, қуаныштымын сіздермен. Ары қарай 5-ші сыныптың маңызды тақырыптарының бірі ол бізде жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану. Жай бөлшек дегеніміз не екен, соны бірінші біліп алайық. Жай бөлшекті жазу үшін мына суреттерге қарайық. Суреттеп отырғанымыз так. Қанша бөліктен құралған бірінші? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Жалпы бізде 9 бөлік бар. Соның неше бөлігі боялған? 1 2 3 бөлігі боялған. Яғни 9-дан 3 бөлігі боялған. Міне, жай бөлшекті біз осылай жазамыз. 9-дан 3 деп оқылуы. Жақсы, кеттік. Ары қарай келесіге жазайық. Жалпы неше бөлікке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 бөлікке бөлінген. 16 бөліктің неше бөлігі боялған? 1 2 3 4 5 6 7 8 бөлігі боялған екен. Яғни 16-дан 8. Дәл солайынан санайық. 1 2 3 4 5 6 7 8 бөлікке бөлінген. 8 бөлікке. Оның неше бөлігі боялған олар? 1 2 3 4 бөлігі боялған екен. Яғни 4 бөлігі. 8-ден 4 деп оқылады. Келесі 4-шісін өздеріңіз жазып комментарийда қалдырсаңыздар. Жоқ, айта салайын.
неше бөлікке бөлінгенін анықтау үшін мынаны да мына бүйтіп бөліп аламыз. Себебі біз бөліктеріміз тең болу керек. Теңдей бөліктерге бөліну керек. Яғни санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 бөлікке бөлінген. 18 бөлікке бөлінген. Яғни оның нешеуі боялған? Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлігі боялған. Жақсы, боялған бөлікті біз так. Мынау бізде бөлшектің алымы. Мынау бізде бөлімі деп аталады. Бөлім. Алымы, бөлімі, мынау бізде бөлшек сызығы. Үсті алым, асты бөлім деп аталады. Мына жерде оқылуын жазып қойған, міне. Жай бөлшектерін оқылуы. Мынау бізде 9-дан 1, 9-дан 3, яғни бөлімінен алдына қарай оқимыз. Немесе астынан үстіне қарай оқимыз. 9-дан 2, 9-дан 2, 9-дан 4 деп оқылады екен. Жай бөлшектердің теңдігі әртүрлі тәсілмен оқуға болады. Мысалға бізде балалар бекек. Мысалға біз жаңа мына жерде жаздық, кез келген мысалдарды ала берейік. 9-дан 3 деген сан берілген. Осы 9-дан 3-ті екеуін де бірдей санға қысқартуға болады. Екеуінде де бірдей, екеуі де бірдей 3-ке бөлінеді. 3-ті 3-ке бөлеміз, 1 болады. 9-ды 3-ке бөлеміз, 3 болады. Сол кезде мына бізде 3-тен 1 болады. 3-тен 1 мен 9-дан 3 екеуі бір-біріне тең. Егер осылай ешқандай қосу, азайту тұрмаса, осылай алым мен бөлімі бір-біріне екеуі де бірдей санға бөлінетін болса, оны біз қысқартып жаза алады екенбіз. Мына бізде қысқарту деп аталады. Дәл осылай мына 16-дан 8. Екеуі бірдей қандай санға бөлінеді? 16 да 8-де. 8-ге бөлінеді. 8-ді 8-ге бөлеміз 1, 16-ны 8-ге бөлеміз 2, яғни 2-ден 1 болады. 2-ден 1 мен 16-дан 8 екеуі бір-біріне тең. Түсінікті деп ойлаймын. Міне, екі жай бөлшектердің теңдігі әртүрлі тәсілмен оқуға мысалы 4-тен 1 мен 12-ден 3 теңдігі бірдей. Яғни 4-тен 1 бөлшегі 12-ден 3 бөлшегіне тең. 4-тен 1 және 12-ден 3 бөлшектер тең. 4-тен 1 12-ден 3-ке тең деп те айта аламыз. Мысалға, мынаны ары қарай жалғастырып жазатын болсақ, бірінші бөлшекті немесе екінші бөлшекті екеуін де 2-ке көбейтіп жіберетін болсақ, ол да сол бөлшекке тең болады. Яғни 3-ті 2-ке көбейтеміз 6, 12-ні 2-ке көбейтеміз 24. Міне 4-тен 1, 12-ден 3 және 24-тен 6 деген бөлшектер бір-бірлеріне тең болады. Яғни бірдей бөлшекке қысқаратын болатын болса, онда ол бөлшектер бір-біріне тең. Түсінікті деп ойлаймын. Жақсы, ары қарай кеттік. Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер, аралас сан. Біз бөлшектерді 3 топқа бөлеміз. 3-тен 2, 10-нан 7, 3-тен 5, 4-тен 9, 20-дан 19, 15-тен 17, 18-ден 18 бөлшектердің алымдар мен бөлімдерін салыстырып көрейік. Мына жерде біріншісінде алымы кіші, бөлімі үлкен. Алымы кіші, бөлімі үлкен. Алымы үлкен, бөлімі кіші. Осыларды алымдары мен бөлімдерінің үлкендіктеріне байланысты біз былай келесі топтарға бөлуге болады. Яғни бөлімдері кішілерді бір топқа жазсақ, олар дұрыс жай бөлшектер деп аталады. Ал егер олардың алымдары, яғни үстілері үлкен болатын болса, мына 5 пен 3 салыстырайық. 5 үлкен ғой. Алымдары үлкен болатын болса, онда олар бұрыс жай бөлшектер деп аталады. Біз осы бұрыс жай бөлшектерден аралас сандарды шығаратын екенбіз. Мысалға, 5 бөлінген 3 деп тұр. Бұны біз баған түрінде бөлейік. 5-ті 3-ке баған түрінде бөлейік. 5 бөлінген 3. Бірден берем, 3, 2. Яғни, бүтін бөлікті алдына жазам. 1 бүтін 3-тен, міне, 3-ті жазып қоям бөлімі, 3-тен 2 деп жазам. Қалдығын алымына жазам. Яғни, мен мына жерде қазір аралас сан шығардым. Аралас сан. Яғни, бұрыс бөлшекті біз аралас санға айналдыра алады екенбіз. Мына жерде келесі сан 4-тен 9. Яғни, бөлеміз. 9-ды бөлеміз 4-ке. 2-ден берем, 8, 1. Бүтін бөлігін жазып қоям. 2 бүтін 4-тен 1. Қалдығы
алымына жазылат. Келесі 17 бөлінген 15. 1,15-тен 2. Так, 18-ден 18 ол бөлген кезде 1 шығады. Ол бізде аралас санға жатпайды. Жақсы деп, түсінікті деп ойлаймын. Осыған дейін біз қазір дұрыс және бұрыс бөлшектерді аралас сандардың қайсысы қай топқа жазатынын білдік. Ол егер дұрыс болу үшін алымы кішкентай бөлімі үлкен болу керек. Бұрыс болу үшін керісінше алымы үлкен бөлімі кіші болу керек. Ал егер аралас сан болу үшін, яғни бүтін болу керек. Яғни мына жерде оқылуы 1,3-тен 2, 2,4-тен 1, 1,15-тен 2 деп оқылады. Түсінікті, иә? Бүтін бөлігін айтам. 1,2,. Жақсы. Ары қарай кетті. Жай бөлшектерге амалдар қолдану. Кез келген жай бөлшектерді біз қоса аламыз, азайта аламыз, бөле аламыз, және де көбейте алады екенбіз. Яғни, және оларды салыстыра да алады екенбіз. Бірінші жай бөлшектерді қосайық. Қосу мен азайту амалдары ұқсас. Азайту деп жазып қояйын, қосу, азайту. Так. Мысалға 5-тен 2 қосылған 7-ден 3 болсын. Мына сандарды қосайық. Ортақ бөлімін тауып алуымыз керек. 5 пен 7-нің ортақ бөлімдері болмаса, онда оларды бір-біріне көбейтеміз. Екеуінің көбейтіндісі 35. Өйткені 35-ке 5-те бөліну керек, 7-де бөліну керек. Маған 7-ден берем. Маған 5-тен берем. Мына екеуін көбейтем. 14 қосылған 15. Тең болады, қанша болады? 29, 35. Бізде қазір 35-тен 29 дұрыс жай бөлшек шықты, иә? Енді азайту да осыған ұқсас. Ортақ бөлім береміз себебі. Так. 7 бөлінген 12 азайтылған 9-дан 1 болсын, иә? Ортақ бөлім. 12-де 9-да бөлінетін ортақ бөлімді табамыз. Неден ең үлкен ортақ бөлгішін. Ең кіші ортақ еселігін табамыз. Оны табу үшін кәдімгідей жіктеп есептеуге де болады, бірақ мен ауызша таба салайын. Так. Ауызша табу үшін мына санды 2-ге көбейтейік. 12-ні 2-ге көбейтеміз. 24. 24 9-ға бөлінбейді. Значит, ең кіші ортақ еселік болмайды. Келесі 12-ні 3-ке көбейтейік. 36. 36 9-ға бөлінбейді. Значит, ортақ бөлімі 36 болады. Маған 36-ны 12-ге бөлеміз. 3. 36-ны 9-ға бөлеміз. 4 болады. Так, мына екеуін көбейтеміз. 21. 3-ті 7-ге көбейтсең азайтамыз 4-ті. Тең болады 36-дан азайтайық мына екеуін. 17 болады. 36-дан 17. Көбейту. Так. 16 болсын, допустим. Көбейтейік. 8 болсын, яқта 20 болсын, допустим. Енді осындай сандар алсам, маған қысқару керек. Қысқару кезде балалар қараймыз. Бөлшектің былай жазуға болатынын. Алымы мен алымын, яғни үсті мен үстін, асты мен астын көбейтеміз бір-біріне. Мен былай көбейтпей жазып алайын пока. 10 көбейтілген 8 бір бөлшекке. 16 көбейтілген 20 деп. Осы жерде біз алымы мен бөлімдерін бірдей сандарға қысқарта аламыз. Яғни 10 мен 20 мына жерде бірдей санға бөлінеді. 10-ды 10-ға бөлем 1, 20-ны да 10-ға бөлем 2. 8-ді 8-ге бөлем 1, 16-ны 8-ге бөлем 2. Ең үлкен ортақ бөлгіштеріне бөліп жатырмын. Так, осы жерде сонда 4-тен, мына қалғандарын просто көбейте салам. 4 пен 2-ні көбейтем 4,
2 мен 2-ні көбейтем 4, 1 мен 1-ді көбейтем 1. 4-тен 1 шықты сол кезде. Ары қарай бөлу. Так, 17 бөлінген, так, 12 болсын. Бөлінген 34 бөлінген 24 болсын. Қандай бөлшек берілген? Бұл жерде бөлуде қайтадан көбейтуге келтіртіп аламыз. Яғни бірінші бөлшек қалай тұр, тура солай жазамыз. Екінші бөлшекті көбейту жазып, мына екеуін орнымен ауыстырып жазамыз. Яғни 34 астына 24 үстіне жазамын. 24 кері бөлшек деп аталады ол кезде. Осы жерде қайтадан сол көбейтуге істеген амалдарды орындаймыз. 17 көбейтілген 24 бөлінген 12 көбейтілген 34. 17 мен 34 қысқартам, мынаған 1-ден, мынаған 2-ден. Мынаған 1-ден, мынаған 2-ден. 2 бөлінген 2 ол бізде 1 болады.